Сәлеметсіздер ме достар, баршаңызға бүгін сіздерге өте тойымды, дәмді әрі витаминдерге бай болған сорпа машхурданы жасап көрсететін боламын. Сорпаға қажетті ингредиенттер осы. Алдымен етімізді жақсылап қуырып алатын боламыз. Ендеше сәбізімізді саламыз. Сәбізімізді кішкене қызартырып болғасын, картоп салатын боламыз. Бәрін қызартырып қуырып алып, пияз саламыз. Пиязбен де жақсылап қуырамыз. Томат пастасын салып, тағы да кішкене қуырамыз. Мінекей жақсылап қуырылды. Енді машымызды салып, үстіне су құйып қайнатамыз. Үйде адам санына қарай пісіре береміз тамақтарды. Мен үлкен кесемен 4 кесе су құйдым. Қақпағын жауып, осылайша маш кішкене жарылғанша қайнатып аламын. Маш жарылып піскесін күрішті саламын. Тағы да 15 минуттай қайнатамын. Тұзбен приправа қостым. Мінекей сорпамыз да қайнап тұр. Мінекей достар, машхурдамыз да дайын болды. Өте оңай тамақ, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Альбина, сау болыңыздар.